сол жерден 36 үздік шыққан мұғалімнің біреуіне біз 50 миллион теңге сыйақыны бермекшіміз. Жалауды жоғары көтеріп қойып, жүректі кеудеге ұстап әнұран айтады. Статустарын қарасаңыз, сетевой маркетингтің элементтері арқылы басқа өнімдерді ұсынып жатады. Мүмкін кейде ұстаз бір үйдің асыраушысы болуы мүмкін. Мен ойымша қазір ақырын шекара деген нәрсені алып тастау керек. Әлемнің тіпті кез келген нүктесіне сабақ беруіне алдағы уақытта болатын мүмкіндік болады. Оны ұстаздарымыз дұрыс бағытта қолданып жатқан жоғын біз нақты білмейміз да. 2018-ден бастап жалпы білім саласын цифрландырумен айналысып келеміз. Яғни цифрландыру арқылы біз білімдегі теңсіздікті азайта аламыз деген оймен бастадық. Бір деректерде қарасам 5% ғана ұстаздар шетелге шығып бір рет болсын көрген. Мектептің ғимаратын көріп, бір тоқылдатып, мынау кірпіштен соғылған ба, монолит па деген сұрақтар болды. Бірақ хакатон болып, сол жерден 20 мұғалімдер іріктеп, оңтүстік Кореяға апарамыз. Енді көпшілік мұғалімдер айтып жатады, керек жоқ шетелдің бізге тәжірибесі. Одан да қызығы, ол шетелде жүріп өзін көрсетіп, финалға өткен мұғалімдерге біз тағы да қаржылай қолдау білдіргіміз келеді. $1 миллион беретін жоба президентпен кездесті. 13 сәуір күні. Оған дейін бізде қазір тіркеу жүргізіліп жатыр. Ғимараттың кірпіштен немесе бетоннан соғылған маңызды емес екен. Ал қайырлы күн құрметті ұстаздар, Дарын ұстаз парақшасының оқырмандары, көрермендері, біз сіздермен бүгін біздің Дарын ұстаз подкастын бастайын деп жатырмыз. Бүгінгі біздің алғашқы қонағымыз Дарын онлайн, Дарын Teacher жобаларының негізін қалаушысы, Дарын сыйлығының лауреаты Айбек Қуатбаев мырза. Айбек мырза, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Құрметті ұстаздар, бүгін бізде Айбек мырзамен осы ұстаздардың әлеуетін арттыру үшін жасалып жатқан Дарын Teacher Prize жобасы бойынша өткізбек болғанбыз. Енді Айбек мырза осы идеяның авторы ретінде бірінші сұрағым, сол Дарын Teacher Prize жобасы ұстаздардың әлеуетін қалай арттыра алады? Сол бойынша бір түсіндіріп кетсеңіз бізге. Жалпы енді бұл әлемдік тренд қой. Олимпиада, конкурс, өзімізден шыққан мықты қазақтың қыздары мен жігіттері олимпиададан алтын алса, жалауды жоғары көтеріп қойып, жүректі кеудеге ұстап әнұран айтады. Яғни бұл кез келген адамзат баласында жеңу, жеңімпаз болу деген ұғым бар. Ал енді ұстаздарды біз арасынан іріктеп, олардың ішінен ең таңдаулыларын таңдап, оларға біз қаржылай мүмкіндік берсек, мүмкін ол бір ұстаздың бір өмірлік арманын орындайтын шығармыз. Мүмкін ол пәтер алатын шығар, мүмкін 2-3 баласының болашағын жасайтын шығар. Мүмкін ол тіпті енді қиын болса да басқа да бір қаржылық мәселелерін шешетін шығар. Әлде көлік алып отбасымен Қазақстанды аралайтын шығар. Немесе өзінің ойында жүрген оқу орталығын ашатын шығар. Немесе кітап басып шығаратын шығар. Идея көп. Жалпы білім саласындағы адам, енді Абай атамыздың айтқанындай, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген, менің ойымша біздің жеңімпаз ұстаз осы төңіректегі бір жұмысты жасайтын болады. Ал енді бұл мүмкіндікті беру арқылы біз қаншама мұғалімді мұғалім болғанына қуантып, оны ары қарай жұмыс жасауын ынталандырамыз деп сенеміз. Себебі жаңағы біз айтқан сома ол аз сома емес. Біздің бәскеті қойып отқан, яғни жеңімпаз, таңдаулы, ең мықты ұстазға беретін сомамыз ол ұстаздардың орташа жалақысын санағанда 9-10 жылдық жалақының көлемімен бірдей. Енді біз осы уақытқа дейін ұстаздарды біз қарап жүрміз. Статустарын қарасаңыз, сетевой маркетингтің элементтері арқылы басқа өнімдерді ұсынып жатады. Яғни әр кезде мұғалімдер бір қосымша табыс табуға бір әрекет жасау үстінде болады. Мен айтқым келгені, жалпы ұстаздарға өздерінің білімдеріне көбірек ақша салу арқылы олар табысты одан да көп таба алатынын көрсетсек екен деген осындай бір посыл болған. Жалпы ұстаздарымыздың қазіргі таңда ол нені білдіру мүмкін да? Егер олар қосымша табыс табылуына мүмкіндік болып жатса, олардың жүктемесі аз ба? Бізде керісінше көбінде айтып жатамыз, ұстаздардың жүктемесі олардың көп жұмыс жасай
бермесін, олардың қолдарын көбірек бос қылдырайық деген сияқты айтамыз. Оны ұстаздарымыз дұрыс бағытта қолданып жатқан жоғын біз нақты білмейміз да. Осы жерде мен енді сұрағым келгені, жалпы ұстаздарға осындай қосымша табыстың негізгі мақсаты неде? Қалай ойлайсыз? Енді ұстаздардың жалпы Қазақстанның 37% ауылды жерде тұрады. Ауылды жерде ұстаздар үшін басқа табыс көзі жоқ. Ал енді қалалы жердегі ұстаздар үшін мүмкін қосымша сабақтар беру, репетитор болу, немесе басқа да білім саласындағы проекттермен айналысу арқылы қосымша табыс табуға мүмкіндік болуы мүмкін. Ал енді ұстаздардың жалақысы жыл сайын көтеріліп, ақырын өте жоғары деңгейге жетіп жатқанмен, дегенмен де мүмкін кейде ұстаз бір үйдің асыраушысы болуы мүмкін. Сондықтан ұстаздарға қосымша табысты білім жобалары арқылы табу, менің ойымша, ол керісінше олардың біліктілігін арттыруға, олардың білімге, мұғалімдікке деген қызығушылығын арттырады. Ал енді сіздің айтып отқан жаңағы мұғалімнің біліктілігі артса, оның табысы қалай көбейеді? Біріншіден, мұғалімнің мәртебесі заңы бойынша оның мәртебесі деңгейі арту арқылы табысы көбейеді. Бұл заңда бекітілген норма. Екіншіден, мұғалім онлайн немесе офлайн басқа да елді мекендерге қосымша уақыт тауып сабақ беру арқылы оның тағы да қосымша табысы көбейеді. Үшіншіден, қазір ғылыми және әдеби жобалармен айналысу арқылы мұғалім қосымша табыс таба алады деп ойлаймын. Яғни ғылыми жобаларға қатыса алады, қосымша кітаптардың авторы болу арқылы гонорар алады, және тағы да басқа мүмкін журналдарға қатысуы мүмкін. Енді біздің беріп отқан мүмкіндіктер бұл тек қана мұғалімді бір сыйлыққа ұмтылдыру емес қой. Біздің беріп отқан мүмкіндігіміз мұғалімнің біліктілігін арттыруға көмектесу, мұғалімнің басқа мұғалімдермен араласуына мүмкіндік беретін комьюнити құру, біздің мұғалімдердің біздің Қазақстан оқушыларына онлайн түрде сабақ беріп қосымша табыс табуына мүмкіндік беру. Мен ойымша, қазір ақырын шекара деген нәрсені алып тастау керек. Шекара деген бұл офлайн, онлайн деген емес. Түбінде бәрібір де біз онлайн әлемде 100% болмаса 99% өмір сүреміз. Оған өте жақын уақыттар қалды. Ал енді мұғалімдер мықты мұғалім болып, ең бастысы интернеті өте жоғары жылдамдықта болатын болса, әлемнің тіпті кез келген нүктесіне сабақ беруіне алдағы уақытта болатын мүмкіндік болады. Ол оп-оңай жасанды интеллекттің көмегімен қазақтың ауылындағы мұғалім Кенияның ауылындағы Африканың баласына тіпті сабақ бере алуы мүмкін. Себебі бүкіл әлемде 70% мемлекеттік стандарттар бірдей. Енді үшбұрыштың ауданын есептеу немесе екі сөзден тұратын сөйлем құрастыру деген барлық жерде ол өте ұқсас. Бірдей деп айтуға болады. Жаратылыстану ғылымдар, ал енді гуманитарлық ғылымдар әр елдің өзінің ұлтының, тілінің ерекшелігіне қарай әртүрлі, дегенмен бәрі қосқанда 70% бірдей. Сонда мұғалім, сіздің бастағы сөзіңіз айтып өткендей, әртүрлі тауар сатып, киім-кешек сатып емес, өзінің білімін, өзінің осы уақытқа дейін жинаған тәжірибесін және өзінің мемлекетінде тұратын заңдық мүмкіндіктерді дұрыс пайдалану арқылы өте табысты болуы керек. Және мұғалімдік Жапониядағыдай тренд мамандыққа айналу керек. Яғни ол тек қана заңдық тұрғыдан мұғалімді құрметтеу емес, төмен жақтан жалпы халықтық дәрежеде мұғалімді құрметтеу дегеніміз, ол белгілі бір заңдық нормаға қарамай, кәдімгі мұғалім келсе орнынан тұрып орын беру. Осы мәртебеге мен ойлаймын, жоғарыдан төмен емес, төменнен жоғары қарай жетуіміз керек. Енді жалпы осы Дарын Teacher Prize жобасын жасауға осы уақытқа дейін Дарын ұстаз жобасының 5 жылдық еңбегінің нәтижесінде, солардың бір жұмыстардың нәтижесінде келдік те. Енді оны барлық көрермендеріміз біле бермейді. Сондықтан Дарын Teacher Prize жобасына бастауға не себепкер болды, және де қандай бірнеше біздің жобаларымыз болды ғой, солардың барлығын қалай біз осыған ұштастыра алдыңыз, сол жайлы айтып берсеңіз. Енді 2018-ден бастап жалпы білім саласын цифрландырумен айналысып келеміз. Біздің ең басты сенетін қағидатымыз бұл білім саласында теңсіздікті жою, ол қазіргі таңда цифрландыру арқылы ең тез жететін мүмкіндік. Себебі барлық ауылға мектеп соққанмен, барлық ауылға мұғалім тауып беру, барлық ауылға экономикалық жағдайда ауылды ұстап тұратын бір өндірістер ашу әзірге өте қиын. Яғни цифрландыру арқылы біз
білімдегі теңсіздікті азайта аламыз деген оймен бастадық. Енді Дарын онлайн жобасының, Дарын Teacher жобасының барлық мақсаты сол. Енді осыған дейін біз халықаралық оқыту курсы деген жасадық. Сол халықаралық оқыту курсында жалпы 3 рет жасадық. 3 ретте жалпы саны бір 6-7 мыңдай мұғалімді оқыттық онлайнда. Енді қазіргі таңда біліктілік арттыру курстары деген шынын айтқанда көптеген мұғалімдердің тарапынан мынадай пікірлермен келіп жатады. Өте бір қызықсыз, барамыз, 2 апта жоғалтамыз, соңында бір теорияларды оқытады, бізге жаңағы негізгі берілетін посылды түсінбейміз дегендей. Яғни жаңа форматқа ауыстыру керек те. Ал енді біз сол халықаралық оқыту курсында бұны лайв сабақтар қылып, күнде кешке тест тапсыртқызып, мұғалім бір-бірімен араластырып, жарыстырып, осылай екінші, үшінші тур жасап ол жақта да. Бірақ ол жақта екінші тур офлайн болды Алматыда. Көпшілігі келгісі келді, келе алмаған мұғалімдер де көп болды. Содан кейін үшінші тур біз 42 мұғалімді, 40-тан астам, мен нақты саны 42 қойдым. Сингапур, Малайзия, Финляндия, Эстония және Қытай, Жапонияға барып қайттық. Одан кейін былтыр Аманат партиясымен Дарын EA жобасын іске қостық. Дарын EA жобасында 400 мыңнан астам мұғалім оқыды. Шамамен 4 мыңдай мұғалім жобасын жіберді. Одан біз 400 мұғалімді іріктеп алдық. Қазір енді осы мамыр айының соңында хакатон болып, сол жерден 20 мұғалімді іріктеп Оңтүстік Кореяға апарамыз. Бұл деген не деген сөз? Бір шалғай ауылда бір адам отырып, тегін курстарды оқыды. Өзінің сол оқыған курстарын сабаққа қолданып жоба жіберді. Жобасы үздік болып Астанаға өтті. Яғни былай қарасаңыз, бір мүмкін кейбір мұғалімдерге бұл мүмкін емес болуы мүмкін да. Ал мүмкіндік жасап атқан осы 400 мұғалімнің ішінде шамамен жартысынан көп ауылдың мұғалімдер. Олар тіпті Астанаға келмегендер бар арасында. Олар Астананы көрейін деп жатыр. Ол Астананы көргеннен кейін мен өте жоғары сенімдемін, осы 20 мұғалімнің жартысынан көп тағы да ауылдың мұғалімдер болады. Олар барып Оңтүстік Кореяны көреді. Енді Оңтүстік Корея деген сөз өте мықты дамыған, экономикасы әлдеқайда алда, технологиясы мықты, жасанды интеллекті білім саласына бізден әлдеқайда жоғары деңгейде енгізіп тастаған мемлекет. Соны біздің мұғалімдер барып көріп келіп, тәжірибесін бүкіл Қазақстанға таратады. Дегенмен 500 мың мұғалім үшін 20 мұғалімді ғана шетелге жіберу өте аз ауқым. Сонда біз қараңыз, біз барлық мұғалімді жіберсек болады. Бірақ оған бюджеттің және біздің осы проектінің қаржылық моделі келмейді. Бюджеттің шамасы келмейді, біздің қаржылық модельдің несі мүмкіндігі жоқ. Енді біз қалай жасайық дедік. Біз осы жобалардың бәрін ұштастырдық. Дарын онлайн бар, Дарын Teacher бар, халықаралық оқыту курсы бар, Дарын EA жобасындағы жасанды интеллект курсы бар. Бәрін ұштастырып отырып, біз былайша айтқан кезде мұғалімдерге 3-4 түрлі мүмкіндікті бірден бергіміз келді. Біріншісі біліктілік арттыру курсын оқиды. Екіншісі қосымша біз шетелдік сол біз 3 түрлі жаңағы комбо елдерге апарамыз деп отырмыз мұғалімдер. Сингапур, Малайзия. Өте мықты математикасы дамыған, PBL-ді жақсы қойған, балалардың критикалық ойлауына математика пәнін кішкентай кезден бастап енгізу арқылы қазіргі таңда Сингапурдың және Малайзияның жеткен жетістіктеріне тікелей әсер етіп отыр адами капиталға. Екінші Финляндия, Эстония. PISA-дан өте жоғары. PISA деген не ол? PISA деген функционалдық сауаттылық. Функционалдық сауаттылық деген не? Алған білімді өмірде қолдана алу. Ең қарапайым тілмен. Ал Кореяны қарасаңыздар, Қытай мен Жапонияны қарасаңыздар, олар интеллектіні қалай дамыту керек, олимпиадалық қандай мықты жобаларды жасай алады. Олар ғылыми неге потенциалын қалай ашады оқушылардың, соған қарай бейімделді. Жапонияда тәрбиенің маңызы өте жоғары екенін мектептен, балабақшадан көруге болады. Сонда біз ойлаймыз, Қазақстанға осы 6 мемлекеттің тәжірибелерін жинақтап, бірақ өзіміздің ұлтымызға, тарихымызға, менталитетімізге сай қылып адаптация жасап, яғни о жақтан керегімізді алып, өзімізге мұғалімдер ақырын өзіне сіңіретін болса, өзінің біліміне, істеп жатқан жұмысына, онда біздің білім сапамыз артады деп ойлаймын. Енді көпшілік мұғалімдер айтып жатады, керек жоқ шетелдің бізге тәжірибесі. Ол ел басқа, біздің ел басқа деп. Біз мысалы iPhone-ды қолданып отырмыз. Біздің микрофонның бәрі шетелден келіп жатыр.
тіпті мынау судың стаканына дейін. Бірақ біз одан басқа ұлт болып кеткен жоқпыз ғой. Біз тек қана пайдалана білуіміз керек инструменттерді. Өз тілімізде сөйлесек, менталитетімізден кетпесек, дәстүрлерімізді берік ұстасақ, және болашақ Қазақстанға дұрыс ұрпақ тәрбиелеу деген миссияны қоятын болсақ, ол жақтан алған тәжірибе, көрген нәрселердің бәрі, оның бәрі инструмент, құрал жабдыққа айналу керек. Ол дәл соларды біз қайталай алмаймыз, бірақ біздің мақсатымыз сол жақтағы идеяларды Қазақстанға алып келіп адаптациялау. Енді қараңыз, біздің Дарын Teacher Prize жобасы осы жобалардан 5 жылдық, 6 жылдық нәтижелерден шыққан мұғалімдерге бірден 3 нәрсе, 4 нәрсені беру арқылы деп айттым. Жаңағы біліктілік арттыру курсы дедім, шетелге бару дедім, шетелдік тәжірибелермен бірінші, екінші турда танысып алуға болады. Бірақ енді естіген бөлек, көрген бөлек. Мұғалімдерді біз көруге шақырамыз, көруге ынталандырамыз. Ал ең одан да қызығы, ол шетелде жүріп өзін көрсетіп, финалға өткен мұғалімдерге біз тағы да қаржылай қолдау білдіргіміз келеді. Неге? Неге 1 миллион теңге? Ол ноутбугын алсын, телефонын жаңартсын. Сосын осы шетелге барып көріп келгенін, мүмкін ода ертең ноутбуктан проблема болуы мүмкін. Жаңа идея пайда болды. Идея пайда болды, ода құрал жоқ. Сол құралды алсын. Енді біз 1 миллион теңгені беріп, ол әрине басқа нәрсе шаруаға жұмсауы мүмкін, бірақ біздің негізгі ниетіміз сол. Сосын барып оны алып, қолданып, жаңағы негізгі финалға дайындалады. Бірақ бұның бәрі былай қарасаңыз бір ойын сияқты. Негізі ойнап жүріп, мұғалім 1 жылдың ішінде өзінің деңгейінің 2-3 есе өскенін мен ойлаймын байқамай қалады. Ол жақсы жағынан өскенін. Сондықтан біз мұғалімге осындай 4 түрлі керемет нәрсені беріп жатырмыз. Тек қана мұғалімдерге осы жобаға деген қатысқанда дұрыс ниет керек, мен дамысам екен деген. Біз оған толық мүмкіндік беріп тұрмыз. Мұғалімдер өте көп жаңағыдай әлеуметтік желілерде жазып жатыр екен. Біздің жобамызды кім тексереді? Біздің жобамыз қалай анықталады? Біздің жобамыздың жаңағы нәтижесін жасанды интеллект қана тексере ма деп. Соны айта кету керек бірден. Сіздің жобаңызда тест болады. Жобаңызда қосымша сұрақтар болады. Енді өте көп қатысушы болғандықтан бұл жерде гибридтік форматта тексеріс болады. Бірақ негізгі басымдық ол адамға беріледі. Яғни адам тексереді, адам ол тестті құрастырады, және адам сізге қосымша сұрақтар береді. Ал енді технологияның заманында біз кейбір рутиналық жұмыстарды бәрібір де жасанды интеллекттің көмегімен жұмыс жасаймыз. Себебі 10 000 адамды біз егер қолмен тексеретін болсақ, бір жыл күттіреміз қатысушыларды анықтау үшін. Сондықтан оны қосымша айта кеткен жөн деп ойлаймын. Енді жаңа сөз арасында Сингапур, Малайзия, Финляндия, Эстония, Жапония, Корея елдерін деп айтып жатсыз ғой. Алдыңғы жылы сіз өзіңіз Сингапур, Малайзия еліне ұстаздарды апарып қайттыңыз. Сол тәжірибеңіз бойынша айтып өтсеңіз, не нәрселерді көре алдыңыздар? Ұстаздарға мен айтқым келеді, Қазақстанда бір алдында бір деректерде қарасам 5% ғана ұстаздар шетелге шығып бір рет болсын көрген. Оның өзі Турция, Египет, сондай елдер. Сондықтан осындай шалғай елге барған кездегі ұстаздардың былайша айтқан кезде алған ойлары қандай болды? Одан кейін келгеннен кейін 1 жылдың ішінде ол мұғалімдер жаңа сіз айтқандай бірінші шама деңгейге өсті. Сол өскендерінің нәтижесін қалай көріп жатыр, мысалы, соны айтып берсеңіз. Жалпы мұғалімдердің 5% емес, жалпы қазақстандықтардың 10% шетелге шыққан. Сол адамдар қайта-қайта шығып жатыр. Бұл статистика ақырын көбейгенмен қазақтың саны да көбейіп жатыр. То есть шығушылар бұрын 2 миллион, қазір 2 миллион 100 болғанмен халық саны 21 миллион болып жатыр дегендей да. Бәрі 10% деңгейде тұр. Енді мен ойлаймын, жалпы біздің ЖЖТ жобамыз болсын, холдингте қаншама қызметкерлер шетелге жібердік біз. Басты мақсат көзді ашу, көкіректі ашу. Яғни көзді ашу дегенде былай тек физикалық көзді емес, рухани көзді, моральдық көзді ашу арқылы көруді басқа елдердің кәдімгі жермен, судан, құрлықтан жаралған жерде тұрып, мықты сапалы өмір сүріп жатқан көру. Дәл осы идеядан осы шетелге барып келіп қаншама пайда алған мен өзім, жеке басым, бизнесте, өмірде, тұлғалық дамуда, тура соны біз мұғалімдерге де қойдық. Мұғалімдерді апарған кезде әртүрлі сұрақтар болды, қызық сұрақтар болды. Мысалға, мектептің ғимаратын көріп,
бір тоқылдатып мынау кірпіштен соғылған ба монолит па деген сұрақтар болды. Бірақ именно сол мұғалім қайтар кезде түсінді да. Мектеп жалпы білім, ұрпақтың білімінің сапасының мықты болуы ғимараттың кірпіштен немесе бетоннан соғылған маңызды емес екен да. Маңыздылығы өте төмен. Ең басты маңыздылық бұл ішіндегі адам жаны да, адами капитал. Яғни мұғалім, ата-ана, директор, жалпы оқушыларды қызықтыра алатын система осылар екен. Сосын біз тағы бір байқағанымыз, Малайзия, Сингапурдан ұстаздардың байқағаны, мемлекеттік жекеменшік мектепте аса бір қатты алшақтық жоқ. Бәрі мемлекет үшін бірдей. Бізбен салыстырғанда. Екінші байқағаны, ол жақта шын білімнің дамуына тек қана мемлекет қана әсер етпей, барлығы үштік біріккен, яғни жалпы идеология білім саласын бірінші орынға қоюдан басталып тұр. Ата-ананың өзі, директордың өзі, мұғалімнің өзі білім саласын бірінші орынға қойғаннан кейін, ол білімді негізгі жүргізетін кім? Мұғалім бірінші орынға шығып кетеді, автоматты түрде. Жалпы халықтық идеология да бар. Бірінші адамның өмірі, қауіпсіздігі, екінші білімі деген. Көрдіңіз бе? Сондықтан ол жақта білім саласында коррупция, білім саласында ата-ананың араласпауы, білім саласында ғимаратты бірінші орынға қоймауы, білім саласында мұғалімдердің жоғарғы статусы, білім саласында олардың алға қойған жалпы ұлттық идеологиялық стандарттары нақты нәтиже беріп жатыр қазір. Малайзия адами капиталы жақсы дамыған. Енді бәрібірде сапалық тұрғыдан бізден мен ойымша 2-3 есе өте сапалы өмір сүреді. Енді бұл заманда қарны тоқ, киімі бүтін, көзі ашық адам бақытты болмағанда басқа кім бақытты болуы мүмкін. Оған адами капиталдың дамуы әсер етіп тұр. Екінші Сингапур. Сингапурда мен айтпасам да, оны адамдар менен жақсы біліп тұр. Енді көрермендер, егер де сіздердің осы ойға қосар ойларыңыз болса, пікірге жазып кетсеңіздер болады. Мынандай ойға, мынандай ойымыз бар. Мына жерде мүмкін былай қосқан дұрыс шығар деген дейді. Себебі Малайзия мен Сингапурға барып келіп жатқан қазір қазақтардың саны өте көбеюде. Мүмкін көрермендер мұғалім болуы мүмкін, болмауы мүмкін, бірақ өз бақылауларыңыз жазып кетсеңіздер, ол да бізге қосымша басқа көрермендерге жақсы ақпарат болады. Енді Айбек мырза, бізде осы сұхбатымыздың ортасына келіп қалдық. Жалпы сізбен таныс біліс болғанымызға 6-7 жыл болып қалды. Соның арасында сіз өзіңізді дамытуға өте көп инвестиция саласыз. Енді осы жерде ұстаздарымызға, жалпы басқа оқырмандарымызға өзіне инвестиция салуды неден бастау керек? Және де ол инвестицияны нәтижесін ол қалай көреді? Қалай сезіледі? Сол бойынша бағыт бағдар берсеңіз, жалпы неден бастау керек, не нәрсеге мән беру керек, соны айтып өтсеңіз. Енді 3 деңгейлі мемлекетті бөледі ғой. Дамушы мемлекет, дамыған мемлекет, сосын 3-ші деңгейлі мемлекет дейді. Енді нақты айтқан кезде артта қалған немесе кедей мемлекет деген ұғым ғой. Енді ғалымдардың зерттеуінше дамыған мемлекетте өзін-өзі дамытқысы келетін адамдарды табу және оларды мотивировать ету оңай. Себебі олар нақты біледі. Өз дамыса ғана табыс артатын. Сырттан келетін, оның табысын арттыратын факторлардың олар аз екеніне уже көз жетіп болған транзакциялық тұрғыдан атадан балаға. Ал енді дамушы мемлекеттер олар үнемі өзін дамытқысы келетін адамдардан тұрады, бірақ олар мүмкін сондай дамытатын өзін инфраструктураны, яғни мүмкіндіктерді ол жерден таппаса да дамыған елдерден барып тауып алады. Ал енді ең қиыны және ең қызығы осы 3-ші деңгейлі өкінішке қарай кедей мемлекеттердегі адамдардың дамуға деген ықыласын, мотивациясын арттыруда. Енді парадокс осы да ғой. Парадокс бір жағынан парадокс емес, бір жағынан как раз логика. Мүмкін олар керісінше өз-өзін дамытқысы келмегеннен кейін әлі артта қалған мемлекет болуы мүмкін дегендей. Енді мен бұл жерде не айтқым келеді? Бізде осы біздің мемлекетте 3 түрлі деңгейінде жалпы кездеседі қабаттары, адамдары. Өз-өзін дамытып, мықты жетістікке жетіп жатқан Қазақстанда мұғалімдер жетерлік.
тиктокта мысалы қаншама жетістіктер көрсетіп жатқан мұғалім бар, Forbesқа шығып жатқан мұғалімдер бар, Global Teacher Prize'дан өткенде елулікке кірген мұғаліміміз бар. Өзіңіз білесіз, ол $1 миллион осы біздің Дарын Teacher Prize жобасына ұқсас. $1 миллион беретін жоба, президентпен кездесті. Сол секілді бізде талантты өз-өзін дамытқан, жетістігін нақты әртүрлі признание арқылы және ақшасын көбейту арқылы жұмыс жасап жатқан мұғалімдер аз емес, бар. Екінші деңгейлі мұғалімдер де аз емес, өз-өзін дамытқысы келіп, біздің курстарға келіп, идеялар айтып, қосымша білім алсам деген мұғалімдер де аз емес. Бірақ өкінішке қарай, үшінші деңгейлі жаңағы елдерде кездесетін жағдай мұғалімдерде кездесіп жатады. Енді біздің мақсат осы 50 миллион теңге арқылы барлық деңгейдің мұғалімдерін геймификация, яғни ойын әдісі арқылы қызықтыру, оларды тарту, оларды бір-бірінен кем емес екенін көрсету және дамыған адам ғана нақты нәтижені признание және табыстан көре алады. Признание енді абырой, атақ абырой кімге керек емес. Ол мәселе біздің ұлтымызда емес, жалпы адамзат баласына керекті нәрсе. Екінші ол табыс мәселесі. Табысты болған адам ғана ол мүмкін бір рет емес, жылына 2 рет шетелге шыға алады. Мүмкін балаларының болашағын жасай алады. Мүмкін өзінің қалаған пәтерінде тұрады. Мүмкін қалаған машинесін мінеді дегендей ғой. Материалдық тұрғыдан. Сондықтан мұғалімдерді біз қорықпай дамуға шақырамыз. Бұрынғыдан қарағанда жалақыларыңызды мемлекет көбейтіп жатыр. Кемінде 10% егер өздеріңіздің дамуларыңызға салсаңыз, онда сол салған ақшаларыңыз 3-4 жылда 10-20 есе көбейеді. Бұл нақты енді зерттелген және басқа мұғалімдердің кейесі арқылы айтылып жатқан цифралар. Яғни 300 мың теңге алсаңыз, 30 мың теңгені салсаңыз, онда сіз оны 300 мың теңгеңізді 5-6 жылда миллион теңгеге жеткізе алатын мүмкіндікке ие боласыз. Себебі накопительный эффект деген бар да, білім саласында, жалпы тұлғалық дамуда. Бүгін оқыған нәрсең ертең нәтиже бермеуі мүмкін. Бірақ бүгін оқыған нәрсең тізбектесіп 3 айдан кейінгі, 1 жылдан кейінгі, 2 жылдан кейінгі 4 нәрсе қосылса, ол өте күшті эффект береді. Мүмкін сіз педагогикадан күшті опыт жинап аласыз, одан кейін методологиядан опыт жинап аласыз, одан кейін сіз идея келеді да осының бәрін басын қосасыз. Мүмкін сіз бір күшті Қазақстанда математикадан мықты семинар жасайтын мұғалімге айналып кетесіз. Мүмкін сіз онлайнда, мен айтқандай, әлемнің 10 түрлі еліне күшті сабақ беретін бір платформаның құрушылардың бірі боласыз. Солай кете береді. Яғни бұл жерде әсіресе мұғалімдікті және оған жасанды интеллект пен IT қосылғанда әлемдік деңгейде мүмкіндіктер өте көп. Атақты болуға және табысты болуға. Соның үшін біз мұғалімдерді осы даму арқылы екі нәрседен көрінуге шақырамыз ғой. Атақты және табысты болуға. Ол кісілерге де ең маңыздысы сол шығар. Жалпы адамзат баласына ең маңыздысы сол. Табысты болу, мысалы атақты болуды қаламайтын адамдар аз, бірақ ең болмағанда бәрібір мына заманда табысты болған адам бақыт индексіне жақсы әсер ете алады. Енді құрметті ұстаздар, жалпы Дарын Teacher Prize жобасы, ол бізде осы сәуір айында алғашқы бірінші туры басталатын болады. 13 сәуір күні. Оған дейін бізде қазір тіркеу жүргізіліп жатыр. Егер сіз өзіңіздің бағыңызды сынап, осы Дарын Teacher Prize жобасына қатысыңыз келсе, бізде осы төменде нөмір көрсетілген, соған жазу арқылы тіркелуге мүмкіндігіңіз бар. Одан кейін осы бірінші турдан 30% ұстазымызды іріктеп, біз екінші турға жіберетін боламыз. Екінші турда ұстаздарымызға халықаралық дәрежедегі сертификат алуға және де ол жерде шетелдік тәжірибелерді, PBL-ді қалай біздің осы Қазақстан мектептеріне қолдануға болады, соның тереңірек оқуға мүмкіндік алады. Және сол жерден бізде іріктелген мықты ұстаздарымызды біз кемінде 30 ұстазымызды шетелге жібереміз. Және осы сәуір айындағы ұстаздарымызды біз Сингапур, Малайзия елдеріне жіберуді жоспарлап отырмыз. Сол елге біз барған ұстаздарымыздың арасынан үздік шыққан 3 ұстазға 1 миллион теңгеден өздерінің жобаларын, өздерінің білімін арттыруға, жұмсауға мүмкіндік береміз. Және сол 3 финалист жыл соңында бізде келесі жыл осындай сәуір кезінде Дарын Teacher Prize жобасына қатысып, өздерін көрсетуге мүмкіндік алады. Сол жерден 36 үздік шыққан мұғалімнің біреуіне біз 50 миллион теңге сыйақыны бермекшіміз. Құрметті ұстаздар, енді бір айтқым келетін нәрсе,
біз бағанан бері айтып жатқан нәрсе ең бастысы ұстаздар өздерін дамытқан сайын олардың оқушылары қалай дамып жатқанын білмей қалады. Бұл жерде түбінде елдің дамуы үшін тек қана білім саласының дамығаны керек. Және де ұстаздар сол елдің дамуында бір шестеренктер болады ғой. Сол жердегі ең маңызды бір айналып тұрған шестеренктардың бірі екенін білмейді. Сондықтан біз осы ұстаздарға өздерін дамытуға, өздерінің шетелге шығу арқылы оқушыларын дамытуға мүмкіндік жасағымыз келеді. Енді Айбек мырза, осы жерде мен айтқым тағы бір сұрағым келетін нәрсе, мына адами капиталдың дамуына ұстаздардың рөлі өте маңызды. Оны біз айтып та келеміз, және де өзіміздің жобаларымыз арқылы соған жеткізіміз келеді. Менің сұрағым келетіні, сіз армандаған мұғалімнің моделі қандай? Сіз болашақ мұғалімнің моделін қалай көргіңіз келеді? Сол бойынша айтып берсеңіз. Енді мен армандаған мұғалім ол негізі мен өзімнің мектебімдегі мұғалімдер сондай мұғалім деп айта аламын. Ең бірінші өзін ролевой модель ете алған, яғни өзін үлгі ете алған мұғалім барлық жақтан. Біз тіпті мұғаліміміздің киім киісіне дейін еліктеп кеттік сол кездерде. Тіпті оның әтіріне дейін себетін. Енді ер мұғалімде. Ал енді қыз мұғалімдер, енді апай мұғалімдер олар көбісі мама сияқты болып кетті. Сонда біз бірінші не үйрендік? Жалпы өмірде ақпарат қой, ол алға алатын жаңағы білім ақпарат. Бірақ біз дағдылар үйрендік те. Тәрбиелік маңызды бар, және өмірде жаңағы пиза деп айтырық қой, функционал сауаттылық дағдыларын үйрендік. Мысалы мынаны қалай тасырлатпай қою керек, немесе қалай тамақты дұрыстап жеу керек дегенге дейін. Қалай киіну керек, қалай дұрыс жүру керек, қалай дұрыс сөйлеу керек деген бәрін үйрендік. Яғни өмірге приспосабливаться етуді үйретті. Және сол арқылы болашақта бәрібір кез келген адамның миссиясы негізі бақытты болып өмір сүру деп ойлаймын түбінде. Қазіргі заманда ол бақытты болудың индексіне әсер ететін нәрсе біріншісі табысы, екіншісі оның білімі, деңгейі, опыты. Кез келген жерде ол өзін жаңағы дұрыс маман ретінде көрсете алса табыс табады. Үшінші денсаулығы негізі. Осы үш нәрседе енді мұғалімдер ролевой модель бола алған мұғалімдер менің мектебімде болды. Ауылда, сосын кейін дарын мектептерінде. Сонда енді қорыта айтқан кезде бірінші өзін үлгі ете алған мұғалім, өзін үнемі дамытатын мұғалім, және өзінің жасап атқан жұмысына ғашық мұғалім. Мен ойымша осы ең идеал мұғалім деген форматқа келеді. Неге десеңіз, мұғалімдік бұл нәтижесі бүгін емес, 20 жылдан кейін белгілі болатын адам. Жемісін 20 жылдан кейін көреді. Жемісін немесе қасіретін. Ол жерде тек жеміс болмауы мүмкін. Сіз бар ғой, егер біліміңді дамытпасаң, онда түрме соқ деген. Сондай, енді бұл жерде көрдіңіз бе, біз көбінесе позитив ойлап жатырмыз, позитив айтып жатырмыз, бірақ бұның негативі өте нашар. Яғни біз мұғалімдеріміз өздерінің осы үш нәрсесін жасай алса, онда позитивқа бару шансы өте жоғары. Енді Асқар мырза, бұл подкаст қанша минут болған білмеймін, бірақ негізі біздің мұғалімдерге беретін ең күшті екі сыйлығымыз болған бұрыннан бері. Бір ұлттың оянуы деген кітап. Екіншісі видимое обучение деген, енді қазақша әлі аударып үлгермеді. Осы екі кітап бар. Екі ұстазға жаңағы мүмкін комментарий жазады, ең көп лайк жинайды, оған қызықты бір пікір жазады. Сондай біз жіберсек болады қазпоштамен. Өзімнің атымнан мүмкін ең көп лайк жинаған ұстазға біріне екі ұстазды іріктеп алып, біріне немесе өздері таңдасын қай кітапты. Мына кітап қызық десе, біз соны жіберіп берейік. Себебі енді қазіргі таңда жақсы нәрселер көп айтылып жатыр бізден де бөлек, бірақ қаралым, оның таралуы көп болса, одан да ол пайдалырақ болады. Егер осыны ұстаздар көріп отырсаңыздар, таратыңыздар, басқа ұстаздарға жіберіңіздер, көруді ұсыныңыздар, кішкене көрсеңіздер, соңына дейін көріңіздер деген мақсатта ғой. Айбек мырза, сізге көп рахмет.
сол ең бастысы ұстаздарымыздың дамығаны. Жаңа өте бір жақсы сөз болды. Егер білімін дамытпасаң, онда түрме соқ деген. Сондықтан біздің ұстаздарымыздың дамығаны бұл әрине өзіміздің болашағымыз. Біздің де балалар шағаларымыз өсіп келе жатыр. Сондықтан жарқын дамыған қоғамда біз өмір сүргіміз келеді. Сол себепті де осы білім саласы өте маңызды. Енді Айбек мырза айтып жатыр, ең жақсы лайк жинаған, ең көп лайк жинаған комментарийға бір ұлттың оянуы және видимое обучение деген. Екі ұстазға беді. Екі ұстазға. Топ екі, өздері таңдап алсын. Бір ұлттың оянуы ол Финляндия туралы кітап, видимое обучение деген Жаңа Зеландиялық ғалым өте үлкен зерттеу жасаған. 86 мың адамның арасында зерттеу жасаған, ата-ана, мұғалім және оқушылардың. Содан есеп жазып шыққан ғой, енді ғылыми, бірақ публицистикалық кітап, яғни оқуға қатты қиын емес. Сол жерде айтады, жалпы зданияның білім саласының сапасына деген әсері 7% деп. Иә. Сол өте қызықты. Былай жас немесе жас дегеннен тек жасына қарап айтқан жоқпын, жалпы дамып келе жатқан мұғалімдер үшін күшті ақпараттар бере алады. Ал бір ұлттың оянуы өте жеңіл кітап, Финляндия туралы. Финляндияның Ыбырай Алтынсарин Снелман деген кісі қалай Финляндияның қазіргі деңгейге бір адамның дұрыс ниетінің, еңбегінің жеткізгенін көрсетеді. Сондықтан біз сол кітапты өзіңіз білесіз, қаншама мыңдап тараттық. 10 мыңнан астам тираж бір ұлттың оянуы таратылған болатын осы уақытқа дейін. Видимо обучениені енді бұйырса таратып бастаймыз деп ойлаймыз. Өйткені ол кітаптың, өзім оқып шыққан кітаптардың бірі, ұстаздарға баланың білімге, ең түбінде біз білімді не үшін дамытамыз? Өйткені баланың түбінде әл-ауқаты жақсы, бала болашақта былайша айтқан кезде өмірде өз орнын тапқан адам болғанын қалаймыз. Ал сол өз өмірін тапқан адамды қалыптастыру үшін мұғалімнің рөлі өте жоғары. Және де сол жерде ең жақсы сөзі мұғалімнің оқушыға мен саған сенем деген сөзі ең бастысы да. Сондықтан құрметті ұстаздар, біздің бүгін подкастымыз соғысымен аяқталып қалды. Барлықтарыңызға осы жерге дейін көргендеріңізге рахмет айтамыз. Бүгінгі айтылған ақпараттар егер сізге ұнаса, басқа әріптестеріңізбен бөлісе кетіңіз. Және де егер де тағы да ұсыныстарыңыз болса, біздің осы комментарийға жаза кетсеңіз, барлығын оқып жауап беретін боламыз. Айбек мырза, енді өзіңіз қорытынды, жалпы бүгінгі подкастпен ең басты айтқыңыз келетін нәрсені бір қорытындылап жіберсеңіз, сонымен аяқтасақ. Ең басты айтқымыз келетін нәрсе, бізде ұлттық идеология жоқ деп айтамыз. Негізгі ұлттық идеология ол біздің мықты болашақта 10 мықты мемлекеттің қатарына кіру болу керек деп өзім есептеймін. Ол үшін құрметті ұстаздар, осы идеологияға бірінші әсер ететін қауым сіздер. Мен де сол қауымға әсер етемін деп өзімнің өмірімнің соңғы 7-8 жылын осы білім саласына арнадым. Жалпы мықты адами капиталы бар мемлекет мықты мемлекеттердің қатарына қосыла алатын мүмкіндігі жоғары. Енді өздеріңіз ойлап қараңыздар, біз қазір елулікке бірде кіреміз, бірде кірмейміз. Сіздердің қаншама мәселелеріңіз бар, идеяларыңыз бар, армандарыңыз бар, мақсаттарыңыз бар. Егер біздің мемлекет топ 10 мемлекеттің қатарына кіретін болса, сіздердің жалпы орташа қазақстандықтың табысы 5 есе артады. 5 есе артқан кезде сіздің қазіргі отбасылық табысыңыз орташа миллион теңгеге жетер-жетпес болса, ол кезде ол 5 миллион теңгеден асады. Сіз осы табысыңызды арттыру арқылы сіз қалаған нәрсеңізді қазіргіден қарағанда 5 есе тез жылдамдықпен және 5 есе көп жасай аласыз. Сондықтан құрметті ұстаздар, құрметті көрермендер, Қазақстанның жер көлемі 9-шы орында. Қазақстан алдағы 30-40 жылдың ішінде егер адами капиталын өте жоғары деңгейге жеткізе алса, менің ойымша, және біздің компанияның миссиясы бойынша біз топ 10 мықты мемлекеттің қатарына кіре аламыз. Сондықтан біз ең алдымен бүгін холдинг білім саласындағы жобаларды іске асырудамыз, дамытудамыз. Сіздерді осы ниетке бірге еңбек етуге шақырамыз. Және осы орайда Дарын Teacher Prize жобасы ауылдағы немесе кез келген бір талантты мұғалімнің өте бір қол жетпес мүмкіндігі шынайы жетістікке айналса деп тілеймін. Және сол арқылы мүмкін сол мұғалім біздің еліміздің шырағын жағатын келесі ыбырай болуы әбден мүмкін деген ойдамыз. Бәріңізге сәттілік тілейміз. Бізбен бірге дамып өсіңіздер, еліміз дами берсін. Біз болашақ ұрпаққа мықты мемлекет қалдыруға жұмыс жасайық. Білім шырағын бірге жағайық. Рахмет.